Атың кім? Қасыбай тақсыр. О-хо-хо, тура тауыппын ғой. Ханымдар мен мырзалар, Фиона ханша мен Шрек патша. Иә, дәл сол жер. Жарайсың, бауырым. Жаным көрді ғой. Сол жағында қышып тұр. Ой, жаным-ай. Ой, жарайсың, рахат-ай. Керемет, қаттырақ. Кәне, қасыша. Иә, солай. Жарайсың. Ой. Көзім! Көзмай! Фиона! Еш жерің майып болған жоқ па? Жоқ, уайымдама. Мен ашаянды жақсы көрем. Қашайын. Болды, кетейік. Күнім, сабыр етші. Қалай? Жиналған жұрт жынды емес шығар. Мен жай ғана огырмын. Ел басқаруға шама шарқым жетпейді. Оны өзің білесің ғой. Кеш жақсы өтті. Есек. Шрек, ашуланбашы. Кейбір арсыздар төсегіңе жатып алады. Ұнжырғаңды түсірмеш. Бір-екі күннен соң өз үйімізге қайтамыз. Құрт құмырсқа қаптаған, шаң мен зең басқан, сатпақ лашығымызға не жетсін. Иә, өз үйім өлең төсегім деген рас. Кішкентай аяқтардың тықыры да естіліп қалар. Солай емес пе? Иә, балшықтағы егеу құйрықтар көбейген шығар. Жоқ. Менің айтып отырғаным егеу құйрықтардан сәл үлкенірек еді. Есекті айтасың ба? Жоқ, Шрек. Негізі теориялық тұрғыдан қарағанда кішкентай огырларды айтам. Оу! Қымбаттым, өзің ойлап қарашы. Соңғы рет бөпелерді қашан көріп едің? Олар таңнан кешке дейін тамақ ішіп, дәрет алып, жылап сықтаудан басқа түк білмейді ғой. Кәкетіп отырып, жылай береді. Сосын огыр балақайды көз алдыңа елестетіп көрші. Оларды бағып қағу оңай шаруа емес, жындығып жіберуі мүмкін. Шрек, сен ешқашан өз отбасың жайлы ойланбап па едің? Қазір сен менің отбасымсың. Не болды, біреу өлейін деп жатыр ма? Менің дәм тұзым бітейін деді. Харальд. Бағбанның ақшасын беруді ұмытпа, Лилиан. Әрине, қымбаттым. Фиона. Яке. Кезінде біз сені көп ренжітіп едік. Ештеңе етпейді, әке. Сенің Шрекке деген сүйіспеншілігің маған үлкен сабақ болды. Балам, мен сендей кеу балам барына ризамын. Мен де сіздей құрба қайнатам барына қуаныштымын. Менің сендерге айтар бір аманатым бар еді. Құрбақа патша көз жұмды. Қалпағыңды қайта киіп ал. Шрек, сәл жақынырақ отырш. Иә, әке. Елге жаңа патша керек. Фиона екеуің тақ мұрагері ретінде билікті қолға алыңдар. Мұрагер дейсіз бе? Жұрт сізді не үшін жақсы көреді дейсіз? Өлім аузында жатсаңыз да қалжыңыңыз бітпейді. Ой, қойыңыз, шәке. Огыр патша деген бір түрлі естіледі екен. Бізден басқа жақындарыңыз бар шығар. Басқа кіміңіз бар? Екеуіңнен бөлек тағы бір мұрагерім бар. Рас па, ол кім, әке? Оның аты... Аты кім? Кім аты? Әлгі... Әке!
Оның аты Артур. Артур дейсіз бе? Менің осы аманатымды қалайда орында. Харальд, Әке. Енді шеше бер. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changed,